Құрметті ата-аналар, назарларыңызға мамандандырылған білім беру ұйымдарына құжаттарды тапсыру онлайн тіркеуден өту нұсқаулығын ұсынамыз. Алдымен қабылдау дарын KZ сайтына кіріңіз. Басты бетте қажетті құжаттар тізімімен танысыңыздар. Оларды көрсетілген форматта жүктеп алыңыз. Өтініш үлгісін жүктеп, керекті мәліметтерді толтырыңыз. Өтінішке қол қойып, кері жүктеңіз. Барлық құжаттарыңызды дайындап жүктеген соң, тіркелу және құжаттарды қабылдау мәзіріне кіріңіз. Баланың жеке мәліметтерінде қажетті деректерді толтырыңыз. Мәліметтердің дұрыс толтырылғандығына мұқият болыңыз. Келесі кезекте білім беру ұйымын таңдайсыз. Аймақты таңдаңыз, оқыту тілін таңдаңыз, сыныпты таңдаңыз. Берілген тізімнен мектепті таңдаңыз. Ата-анасының бірінің немесе өзге де заңды өкілдерінің жеке деректерін толтырасыз. Одан әрі қажетті құжаттарды көрсетілген форматта жүктеу керек. Ұсынылған деректердің дұрыстығы үшін құқықтық жауапкершілік және жеке деректерді пайдалануға келісім беру пункттерін белгілейсіз. Сұранысты жіберу батырмасын басыңыз. Келесі қадамда сіз көрсеткен телефон нөміріне растау коды бар SMS жіберіледі. Оны енгізу қажет. Үшінші қадамға келгенде сізге үміткердің сауалнамасы шығады. Сауалнаманы үміткердің сауалнамасы мәзірінде баланың ЖС-ын енгізу арқылы шығарып алуға болады. Назар аударыңыз. Конкурстық іріктеу күні үміткерде өзімен бірге басып шығарылған үміткердің сауалнамасы болуы қажет. Емтиханда сәттілік тілейміз.